Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Аружан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді әрі жұмсақ болатын булочкалардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан ақ жұмсақ әрі осындай қаттама тәрізді болып шығатын булочкаларымның жасалу жолы сізді де қызықтыратын болса, менімен бірге болыңыздар. Менің видео рецепттерімді жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Булочка жасау үшін бізге міндетті түрде електен өткізілген ұн, жұмыртқа, ерітілген сары май, жылы сүт, жылы су, қант, ашытқы және де аз мөлшерде ванилин керек болады. Бөлек ыдысымызға жұмыртқа мен қантты салып араластырып аламыз. Одан соң үстінен жылы сүтіміз бен жылы суды құйып, тағы да бір келгі болғанша араластырып аламыз. Жақсылап толықтай араластырып алыңыздар, себебі біздің сүтіміз бен суымыз жылы болғандықтан қантымыз толықтай еруі қажет. Одан соң осы массаның үстінен ерітілген сары майымызды салып, тағы да бір келгі масса болғанша араластырып аламыз. Одан соң ашытқымыз бен ванилинді қосамыз. Тағы да араластырып аламыз. Ванилинді өз қалауларыңызша қоспай қойсаңыздар да болады. Мен аз мөлшерде ванилин қостым. Одан соң осы массаның үстіне ұнымызды 2-ге 3-ге бөле отырып салып, жұмсақ қамыр илейміз. Алғашында қамырымыз сұйық болғандықтан осылай миксердің көмегімен араластырып алыңыздар. Одан соң қолымыздың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Достар, осы рецепт бойынша сіздерге де жасауға кеңес етемін. Рецепт ұнаған болса, лүпіл басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің басқан әрбір лүпілдеріңіз бен жазған пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Сол себепті видеоның астындағы поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп, мені қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Біздің қамырымыз жұмсақ әрі қолға жабысқақ болып келеді. Осылай бетін жауып, 1 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Менің қамырым осылай биік болып көтерілді. Енді осы көтерілген қамырымызды басып алмай, қолымыздың көмегімен шығарып аламыз. Қамыр қолға жабысқақ болғандықтан осылай аз мөлшерде қолымды майлап алып, алақанның көмегімен сәл жұмсартып отырып, жайып алдым. Одан соң оқтаудың көмегімен қажетті өлшемде жайып алдым. Осылай жұқа етіп жайып алып, бетінен сары майымызды жағатын боламыз. Содан соң қамырымызды 2 шетін жинай отырып, үстінен тағы да сары майды жағып, басып, жайып шығамыз. Екінші ретте қамырымызды жинап, үстінен тағы да алақанымыздың көмегімен жая отырып, басып шығамыз. Одан соң оқтаумен өзімізге қажетті қалыңдықта жайып аламыз. Қамырымыз осылай толықтай дайын болған соң, булочканы жасауды бастаймыз. Қамырымызды осындай 5 сантиметрлік өлшемде етіп кесіп алыңыздар. Одан соң қамырдың басын айналдыра отырып, екінші жағымен қосып, шеңбер тәрізді етіп, булочкамызды жасаймыз. Өз қалауыңызша қалыңдықта кесіп алсаңыздар болады, және де өз қалауыңызша булочканың түрін жасасаңыз болады. Достар, алдағы уақытта менің каналыма осындай тәттілердің, тағамдар мен салаттардың рецепттері шығатын болады. Мені жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіз де осылай шеңбер тәрізді етіп жасайтын болсаңыз, піскен кезде арасы жабысып қалмас үшін осылай 1-2 рет созып қойсаңыздар болады. Дайын болған соң осылай табаға орнатып, бетін жауып 10-15 минутқа қалдырыңыз. Сонда біздің булочкаларымыз одан әрі биік болып шығатын болады. Содан соң осылай жұмыртқаның сары уызымен бетіне жағып шығыңыздар.
өз қалауыңызша әрлесеңіз болады. Мен бір жартысына күнжітті сеуіп, екінші жартысына макты сеуіп шықтым. Дайын болған булочкаларымызды 180 градустағы қызып тұрған пешімізге 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Осылайша менің булочкаларым дайын. Сіздерге де жасауға кеңес етемін. Қаттама тәрізді жұмсақ әрі тәтті болып шығатын болады. Рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін көп рахмет. Сіздермен болған Аружан.